Екінші команда. Соңғы сайыстары бірер минуттан кейін біз супер кубок иегерін білетін боламыз. Назар аудар, Орал. Қарсы алыңыздар. Назар аударамыз. Қарапайым жанұя әкеміз бен анамыздың отауласқандарына 25 жыл. Яғни күміс той. Қош келдіңіздер. Гүлсіп? Ой алла, тойда құдаша болдың? Содан кейін 25 жыл өтті, бүгін звондап тұрсың ба, есіңе түстің бе? Қалайсың? Қайтасың сен, вообще таба алмай қалдық. Тараздамын? Ояқта не тұрмысқа шығып кеттің ба? Түрмедемін ес? Сояқта бастықсың ба? Мен де сол тойдан кейін түрмеге түстім почти. 4 қабырға қамалып, ешқайда шықпаймын. Бірақ повармын түрмеде. Бастық емеспін, повармын. Жаңа шыққан жоқсың ба, мусор төгуге, нағады өтсің? Шықтың ғой да, ауыз жүзсің болды емес пе? Осы біздің Ерақанын бір түрмеге бір тығып алу керек еді саған. Кетейік, мисал не істедің, қозым? Сенікі женский ма қырсын? Кір шығайын. Кіремде шығамын, білесің ғой, мені білесің. Айтшы ше. Гүлсім, күміс. Қаппайды, Кетші. Гүлсім, күміс тойында күтем, жақсы ал. Келмей қалма ал. Так, 3 құда келетін болды. Бір құдағай келмейді. Нақ келмейді. Декрет нейді екен. Ойбай қайсы? 55 келгенде қағыры бана Саматтың енесі. 55-ке? Иә? Қой, құрсын, нормально. Қазақта деген 60 бай, 70 байлар, 80 байлар болған қазды. Оң қасында гүл ғой, құдағай құрсын. Қой, сөйтпеш осы. Әлде бізде бір тентек боламыз ба? 50-ге келіп қағынып жүр дейсің ба? Қумаш осы, жұрт не айтады, лақпаш осы. Қайдан білейді? Әме кетті ме, сағат 10 болды, жұмысқа кеттім. Қысана, не тілектерді қарамаймыз да, тілектерді. Қайсы, списігіңді көрсет? Тілектерді, мені телефонға жаздым, қара мені. Иә. Тілектер, бірінші деген Абай мен кімді, Алияны шақырайын деп отырмын. Абай мен Абат бар, сосын өзім жағымнан. Сосын кімді шақырайын, жиендерін шақырайын деп отырмын, баяғыдан бері араласпай қалды, сосын марқұм мамамның несі бар ғой, аяқтағы. Сен өзің жағын шақыра бергенсің, толтырып. Мен жағымнан шақырсайшы, келген құда да ойлайды, мына құда детдомда өскен екен деп. Шақырсайшы мен дедім. Өзің істеп ал онда, ертең менен көрмей ал, анда құда қайда? Мен жұмысқа келсін, істеймін, жұмысқа кетпедім, сағат 10 болды. Жүрсің. Қалайсыздар әке? Қалай Саматжан, амансың ба? Жақсы. Самат, айтпас, сен енең келмейтін болды, құдағай. Білем ғой, келін үйдегі. Декретте ғой. Келін бе? Еді? Тентек болып аты мені. Келін. Енді не, енем дейсің бе, 55 келген қағынып? Сен не істеп жүрсіңдер, сендер? 3 бала болып не істеп жүрсіңдер? Үй болса жайырып жатыр, ремонт жасаған жоқпыз, ертең үйге қонақ шақырайын деп отқан жоқпыз ба? Соның шаруасымен жүрмін ғой, мама. Не шаруа, не шаруа? Уайымдамаш. Енді отауласқандарға 25 жыл болды. 3 баласы бар. Үшеуі жүріп бір ресторан жалдай алмай, үйде жасап отыр деген ұят қой, ертең құдалар келеді. Ресторан жалдап қойдым өзім, сюрприз. Ой, молодец, ақылың бар екенсің. Алып қойдың. Ақшасын бәрін төлеп қойдым. Әкең айтайын. Қонақ болып келесіздер, қонақ болып кетесіздер. Айтпаңыз, енді сюрприз ғой. Енді сюрприз деп айтамын ғой, енді құрсын қойшы енді. Все, бәке. Все, келістік, бәке. Все, давай, аға. Айтпаш, Саматтан жақсы аналым бар. 2 күннен кейін папаман күміс той ғой. Есіңе түссе болды ғой. Вот, мен соларға байланысты микрофонға жалдап қойдым. Ақшасын бәрін төлеп қойдым, уайымдама. Өзім көтеріп отырмын ғой. Есің дұрыс па сенің? В смысле есің дұрыс па? Ақылдаспайсың ба сен? В смысле ақылдаспайсың ба? Мен де ресторан жалдап қойдым ғой. В смысле мен ресторан жалдап қойдым? Смысле демеші маған не? Сонда қара, екеуміз 2 ресторан жалдап қойдық. Сосын ертең әкеміз бен анамыздың келген қонақтарға айтамыз, міне еркектер мына жаққа, әйелдер мына жаққа деп. 3 баласы жүріп 2 ресторан жалдап қойды деген. Азамат қайда? Азамат біле тәуекел жүрген сюрприз істеймін деп. Маған көмектесіңдерші. Жүргендер несіне? Ертең 2 күннен кейін. Сен де ресторан жалдап қойдың демеші? Оны кім айтты сендерге? Сәлем. Кім айтты сюрпризіңді? Сен ақылдаспайсың ба? Сюрпризді ақылдаспайды ғой? Мұнан әке естімесін. Білесің ба не болып атқан мұн жерде? Мен ресторан алып қойдым. Мынау ресторан алып қойды. Сен де 3 ресторан алып қойдық. Қайсына жасаймыз? Мен жақсы өз ақшамы төлей, сен қай ақшаға төледің? Мен несие алдым ғой енді. Сен де несие ма? Кредит кәміш? Оқсат, мұнан әке естімесін. Әке естісе сүндет той болады үшеуміздің, білесің ба? Сүндет тойым болып кетті ғой. Мамаға өздерің айтыңдар, мен араластырмаңдар, мен жоқпын. Жоқ, Самат, қалай сен... Не айқай, не айқай шу? Бір үйде тұрыш отыра алмайсыңдар ба сендер? Не айқай шу, нағыл дейсіңдер? Азамат, бар, айт өзің. Кетші ғой, қай айтам, сюрприз айтып олмайды. Қай жақта сюрприз, есің дұрыс па? Қуасың ба? Мәдей, бар айт. В смысле айт? Кетші бер. Мама? Не, нағыл дейсің енді? Жағымсыз жаңалық болып тұр менде. Ресторан ат мені демешті. Жоқ, ресторан болады, қайта болайын деп тұр ресторан. Енді? Чересшур ресторан болып кетіп тұр ғой кәдімгі. Мама, бірден айтам. Ұрыспайсыз ғой да? Айтшы, нервматемика, шапалаққа салам бар ғой мен сен. Мама, мен ресторан алып қойдым ба, ақшасын төлеп. Енді біліп отырмын, айтшы нағыл деп отырсың. Мәдиді ресторан алып қойған, анау да ресторан алып қойған, 3 ресторан болды бізде. Кредитқа?
Екеу кредит, менікі наличка. Еселең. Мама, су. Мама, мама, Ей, мен аталардың протезін соғын алдыға келіп отырсың. Босың ба? Кетпе жаным ба, естен дұрыс па? Ой, Алла. Мама. Сен кредит қалып отырсың ба? Мен несиге? Сөйтіп қосында бір сен де кредит па өзің Жоқ, мен өз ақшама төлеп тұрмын. Сен қай ақшаң алып тұрсың, тағы кредит бермейді ғой. Я, мен әкем мәжесі мен атымда емес па? Залогқа соны қойып қойдым. Я, ойладым ғой сюрприз бірдемет жабамыз деп бәріміздің. Вот сол үшін ақылдасуың керек еді. Сюрприз ақылдаспайды. Кетші бер. Әкелерге қалай айтамыз? Мама, папа келгенде күліп отырайыншы не болса да Нағыз білдіртпекші. күліп отырсың? Қалай күліп Күліп отырсың? отыршы, мама, енді күліп отыршы. Үш ресторан жалдап қойып ыржиып отырсың ба сен өзің? Папа келді, мама, күліп отыршы, папа келді. Папа келді. Күліп отыршы. Інчек, ол әңгіме жоқ, я. Давай. Сен сюрпризімді татыр, сен мен сюрпризімді тыңда. Ал айт. Ана, Майшаны бар емес па? Сатшы көрдің миллионға. Ал. Басаман болсын, Майша аламыз ғой, миллионға сатшы көрдің, 500 мың теңгесін әкеліп тастады, 500 мың ертең әкеледі, сол 500 мыңға бардың да, кемпір екеуміз отырайық еді, құдалар келсе ұят емес па? Құда үйің тар, сырт қар деп әңгіме айтады ғой, ресторан аттың. Ертең өзіміз отырмаймыз. Алма ағаштан алма алыс түспейді деген рас екен. Ағаш қисық болса, көлеңкесі жеу болмайды деген екен. Қайда, қисық кезінде сен бұл қисық болсасын, мыналар қисық болған шығар. В общем, төртеу болыпты шеш. Нағыл дейді? Қойшы, нағыл дейді дейді ғой. Ресторан, сен сюрпризіңді чеш, сен сюрпризің қандай? Менікі де сенікіндей, бірақ сондайдың төртеуі тек. Төртеу? Мынау демеші. Ұрма. Ей, ұрасың. Ей, кетші, ұрма, есің дұрыс па? Аяғың ауырма не? Ей, қумашы, ауырмай ма, аяғың ауырма дейді. Кетші. Қағым жүр екен, қағым мені сағынып. Сен мұп-мұйсың да әлі да? Қумашы, енді қызықсың, енді не істейсің? Мен саған бірдеңе айтам қазір. Сюрприз ба? Тамам, тұра тұр. Айт. Жембірім жоқ қойдым деші. Қумашы. Так. Орбит сатып алдың ба? Мен саған айтам, ашуланбал. Ашуланатын сюрприз ба не? Сендер осы ашуланатын сюрпризден тойды мені. Айқайлама. Айт я бұл. Айқайлама, күліп тұр. Бұл ше? Айтпаймын онда. Айт бұл. Күліп тұр онда. Мә. Айт ал бұл жылам. Ана балдардың деген не? Не? Ресторан жалдап қойған бәрі. Бәрі ресторан жалдап кредитқа еще. Сенікі мен төртеу болып тұр. Бұл көріністі өнер қырандары театры ойнайтын болса, онда бұл жағдай былай жалғасар еді. Хайыр, бір хайыр болар. Ең бастысы, бала шағам, отбасым аман. Бұның да артылы бір жақсылыққа келіп соғар. Денсаулық қой. Шүкір. Барлығы жақсы. Дүние ғой, қайтесің. Дүние, ең бастысы, менің отбасым бар байлығым. Осы отбасым аман болсын. Әкешім. Ал біз өнер қырандары емеспіз. Сен мені тығылып темешек жүргенсің осы? Жаман жүгіресіңдер ғой. Ал атаң протезін сор. Шай қой, шай ішейік. Рестораннан ішеміз бе? Ал, болдың ба? Бәрін қираттың, ертең 2 күніге қонақ шақырайын деп отырған, жақсы ма? Не істейсің? Жетпесе, 500 теңге бар ғой. Зато үй ремонт алып қалатын болды. 500 мыңға үйді ремонттаймыз. Қалған таңертең 500 мың әкеліп тастайды. Сол машинаны кредитқа қойып қойған ғана балаң. Тағы жүгіреміз, дайындал. Шашып тұр. Қойшышы! Қуатын жалайы жоқ, өші сөйтші.
Қадымда ақылдасайық. Не істеушіндер ақылдаспайсыңдар ма? Естерің дұрыс па? Енді бір ашуыңды бер енді. Бір ашуыңды мен саған пачкасын беремін ашуды. Болды енді қойшы енді. Ойлап қарашы ертеңге. Келген құдалар қош келдіңдер. Жүріңдер завтракты мындан ішеміз. Обед анда, ушым мында деп жүрейік енді. Бәрі кеште жалдап қойған ғой, кеште болатын той ғой бәрі. Онда кетсін сен өз ата-енеңмен кет. Анау ата-енесімен, анау ата-енесімен біз 4-ші растан екеуміз WhatsApp-тан чат ашып қойып тос айтып отырайық онда. Ой, әке. Ой, қойшы, оны қойшы. Шешіледі ғой. Ақшасын айтшы, ана кредитке алып қоймаңдар. Сол ақшасын қалай жабамыз? Давай, сен үшеуің бар, ана үш келін бар. Үш құда бәріміз Алматыға барайық. Шешінейік, шешінгендер 50 мыңнан беріп жатыр дейді ғой. 500 мың болса айтыр ақ білеміз ғой. Не выгодно, ана 200 мыңдай бір жауап қолға кетіп қалды ғой. Есен сен барайын түсінбесе ғой. Бастарыңызда мен не істейміз енді, ақылдасайық та. Не істейміз енді, білмеймін. Бір несі болар енді қойшы. Мынау жаңа 10 минут бұрын кетіп еді концертке, қайда кетір? Кім ұнаған жоқ концерт маған деген. Какой-то бір бала маған братуха, индюха дейді. Кім ұнаған жоқ маған. Өзің болар қарап отырмай залдан айқайлаған. Адамның кайфын құртып, құрсын мен дамаламын кеттім. Өзіңнен де бар ғой, тілін тығып отырасың ғой әрбір жерге осы. Мына Майша сонда отыр. Хозяин, аман бол. Майшаны алып кететін болсаңдар, не айтар екенбіз қазір? Не айтам? Ал жеш енді құрсын енді. Алло. Ассалаумағалейкум. Мен жаңа деген машина алып кететін жігітпін ғой. Мен сабақтамын, сабақта. Қай сабақ, қай жерде сабағыңыз қай жерде мен сол жерге барайын? Америкадамын, Америкада. Алло. Естілмейді, алло, естілмейді. Кесәлің, не істейміз ал? Бір тұрандыш, ақылдасып жүріңдерші, шай ішейікші бір дұрыс. Шай ішкенде бүткіл бәрін қайрап тұрған жоқсың ба? Не ішесің? Қайдан шай ішесің? Сол ресторан тұрған жоқ па, есің дұрыс жүріңдер. Рахмет. Жалпы достар, біздер осы ойынның алдында бізге Тәке звондаған уақытта біздер анандай болды. Бір кішкентай кезінен бір жан досың болады ғой. Күшті ойнап отырасың екеуің. Бір үлкен жігіт келеді да мынаны жеңесің бе дейді ғой. Сосын нефтемі досыңмен төлесіп кетесің ғой отырған. Дәл сондай күйде болдық біз. Сол жігіт сол Тәке ғой. Жоқ, Тәке былай жасайық. Бізде жарыспай қойық. Араласқа берейік. Мына енді құрметті Әділқазы алқалары, естеріңізде болсын. Кубокты Аралға беріңіздер. Бірақ орысша оқыған адам шығарсыздар. Көп нәрсе А болып айтылғанмен О болып жазылады ғой, дипломға солай жазсаңыздар болды. Біледі ғой, біліп отыр, оққан, тоққан адамдар. Рахмет, сіздермен болған назар аудар. Аралас, назар аудар. Чемпиондар. Бостан бос отырма, қабақты түйме досым. Әр күнің мейрам болсын, жүзіне күлкі болсын. Назар аудар. Чемпиондар, рахмет!